Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 1-ші сыныптан 2-ші сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы заттар тобын салыстыру. Менің каналыма тіркеліп алыңдар. Біздің каналда 1-ші, 2-ші, 3-ші және 5-ші, 6-ші, 4-ші сыныптардың математика кітаптары, жауаптар бар. Және де бұл 2023 жылғы жаңа нұсқа. Жаңаны оқып үйрену. Заттар тобын салыстыруды үйренесің. Бірінші тапсырма: суретте қай заттар артық, қайсысы кем? Қай заттардың саны тең? Бұл жерде балалар суретте 7 алма көріп тұрмыз және 4 алмұрт. Яғни 7 алма артық 4 алмұрттан, иә? Және де бұл жерде 5 кесе 10 тәрелке тұр. 5 кесе кем 10 тәрелкеден. Және бізде 10 тәрелке және 10 тәтті бәліш. Яғни екеуде тең болады. Тағы бір мысал айта кететін болсақ, 5 кесе тұр және 2 шәйнек. Сонда бізде 5 кесе артық 2 шәйнектен, иә? Дәл осылайынан қайсысы кем, қайсысы тең, яғни санап жазып алсаңдар болады, иә? Ары қарай келесі бізде есіңе сақта. Бірінші суретте 4 бізде не тұр? Кесе тұр, иә? Оның астында 4 тәрелке. Бұлар екеуі де 4 болғандықтан тең болады. Яғни тең белгісі 2 сызықпен құралған. Одан кейін 4 кесе 5 тәрелке тұр. Сонда 4 кесе кем 5 тәрелкеден. Одан кейін 5 кесе артық 4 тәрелкеден, иә? Ең соңғысы 1 кесе тең емес 2 тәрелкеге, иә? Осылайынан белгілерді жазып жаттап алыңдар. Екінші тапсырма: заттардың санын салыстыр. Бірінші суретте бізде 5 алма тұр, иә? 5 алма, екінші жағында 3 алма. 3 жасыл алма. 5 қызыл алма артық 3 жасыл алмадан. Келесі, екі жақта сары алмұрт 7, жасыл алмұрт 7. Қандай белгі тұрады? Әрине, теңдік белгісі, тең белгісі тұрады, иә? Ары қарай келесі, 5 өрік, кем 7 көк өріктен, иә? Қызыл өрік 5 тұр, 7 көк өрік тұр. Сонда 5 қызыл өрік, кем 7 өріктен. Осылайынан салыстырып жазып аласыңдар. Ары қарай келесі 3-ші тапсырма, соңғы тапсырмалардың бірі. Бұл жерде өте оңай. Математика күнделікті өмірде, мысалға 3-ші тапсырманың берілгенін оқиық. Отбасы мүшелерін ата. Отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Біз сол жақтан бастайтын болсақ, бірінші әкесі, екінші анасы, үшінші қарындасы, төртінші әжесі, бесінші атасы, алтыншы ағасы, жетінші інісі отыр, иә? Енді сенің отбасында ересектер көп пе, әлде балалар көп пе дейді. Балалар: менің отбасында әкем, анам, мен және қарындасым. Сонда бізде 2 ересек адам және 2 бала бар. Яғни балалар, дәл осылай жазып алсаңдар болады, немесе өздерің отбасыларыңды жазсаңдар болады. Сабақ аяқталды.